Қазір Джо Байден президент. Мен ойымша, егер Джордж Вашингтон тірі болса, ол айналасына қарап, осы жақта не бәле болып жатыр? Біреулерін мені атып жіберіңдерші деп айтар еді. Бұл әзілді мен 20 жасында колледж студенті бола тұра стендаппен айналысып жүргенде жазғанмын. Тоқтатқанның дұрыс болғанда шығар, өйткені әзілдер тым кеткен тұғын. Бірақ мен бұл жайлы уайымдамадым. Мен рахат алып жүрдім. Бұл өте қызық болды. Мен мұны істеп көргеніме өкінбеймін, бірақ мен қайта оралып, шіркін-ай, бұл алты нәрсені 20 жасында білсем ғой дер едім. Бірінші сабақ: жауапкершілікті өз басына ал. Бұған дейін мен колледжді $97,000 қарызбен бітірдім деп бірнеше рет айттым. Бірақ мен бухгалтермен ақылдасып, қарызды $10,000-ға азайта алатын жайлы айтпағанмын. Бұл колледждегі соңғы 90 еді. Мен дипломды қорғауға дайындалып жатқан кез. Ақыры сол дипломды алу үшін қымбат бәлене мені. Менде дене шынықтыру мен негізгі математика сабақтарын тапсырудан қиыншылықтар туды. Оқуды бітіру үшін мен негізгі математика мен ауыр атлетикаға байыппен қарауыма тура келді. Осы жайлы күле берсеңіз де болады. Мен телевидение және телекоммуникация мамандығын бакалаврында оқып жүргеніме қарамастан, адамдар маған біртүрлі қарап, шитық бала неме, математика негіздерін қайдан білмейсің деп айыптағады. Түсініңіздер ғой, мен жауапкершілікті алудан аулақ болдым. Мен бухгалтермен кеңесуге барудан қашып жүрдім. Ұзаққа дейін кейінге қалдырдым. Бұл маған $10,000-дан астам шығын әкелгенше дейін. Сонымен сіз өзіңіз үшін жауапкершілікті алуыңыз керек. Сіз үшін мұны ешкім жасамайды. Бұл өсудің маңызды кезеңі. Сен ата-анаңнан бөлектеніп, ұядан ұшқаныңды және өз өміріңді сен ғана басқара алатыныңды түсіну. Бұл мен үшін өте қиын және өз тәжірибемнен өткен өте қымбат сабақ болды. Сенімділік іспен келеді. Колледжде білімге толы көптеген кітаптарды оқыдым. Олардың көбісі менің сабағыма емес, өзімді дамытуға және кәсіпке арналған кітаптар болды. Олардың тақырыптар мен шынайы қызықтырды және мен көп мағлұмат жинадым. Олар мені бүгінгі жүріп келе жатқан жолыма түсуге септігін тигізді. Менің құндылықтарымды, принциптерім мен кругозорымды қалыптастыруға көмектесті. Сіз өзін дамыту немесе бизнесті құру туралы көптеген кітаптарды оқи аласыз. Бірақ сіз оларды іс жүзінде қолданбайынша, оның ешқандай да пайдасы болмайды. Жақсы шығатын дағдыларымды есіме түсірсем, бейне түсіру, фотосуреттер, сұхбаттама, тіпті ауыр атлетика мен кофе қайнату — бұл кітап оқу немесе бейне көруден алынған нәрселер емес. Мен осы нәрселерді іс жүзінде қолдану арқылы үйрендім. Басында нәтиже әрқашан жаман болып шығады. Фотосуреттер жайлы айтсақ, 1-2 күн арасында айырмашылықты байқау өте қиын. Ал егер 2 жылда айтатын болсақ, сіз кәдімгідей алға қарай жылжиыз. Осыдан кейін ғана нәтижеңізді бағалай аласыз. Бірнеше жыл бұрын бастағаныма қарағанда қатты ұяламын. Бірақ шын мәнінде бұл ұялған менің дұрыс бағытта келе жатқанымды көрсетеді. Мен шынымен де үйренемін. Оқу не ойлау арқылы емес, іс жүзінде шығып істеуді бастағаным арқылы. Өз өміріңді көбірек түсір. Мен сәл жас болғанда осыған көп көңіл бөлмегенім өкінішті. Өз ойымды не уайымымды түсіріп, өскенімде жас кезіме сырттан қарауға. Енді ғана өзімді кинорежиссер түрінде таба бастағанда, алғашқы бизнесімді бастап жатқан кезімде, Гарри Ви адамдарға блогингті ақша табудың көзі ретінде жиі ұсынады. Өйткені бұл өте оңай. Жай ғана саяхаттап жатқаныңызды не жұмыс істеп жатқан нәрселеріңізді көрсетесіз. Бұл жай ғана идея емес, бұл кинорежиссерлар мен шығармашыл адамдарға арналған емес. Бұл әрқайсымыз істей алатын нәрсе. Айына 1 рет болсын өмірде қай жерде екеніңізді түсіруді әдетке айналдырсаңызды. Кол Янгтан сұхбат алғаннан кейін бұл мені кәдімгідей ойландыра бастады. Мысалмен алғанда бұл менің подкастының 35-ші эпизоды. Ол маған бүгінгі қарапайым және қызықсыз күнді түсіру сенің болашағына кәдімгідей әсер етеді деді.
Мен естелік үшін түсіргенде әсіресе жалықтыратын көше көріністер сияқты, бірақ олар мен сүйікті суреттерім. Мысалы, 30-40 жылдардағы Лос-Анджелеске қарайтын болса, оларда ерекше ештеңе жоқ, бірақ барлық мағынасы осыда. Сіз осы қарапайымдылықты көресіз. Адамдардың киген киімдері, ғимараттар, қазір жоқ ескі көліктер, атпен экипажды көресіз. Және бұл жыл сайын кереметірек бола береді. Тағы 30-40 жылдан кейін дәл солай керемет болады. Кішкентай болған кезіңізде түсірілген фотоларды не таспаларды кезіктіріп көрдіңіз бе? Сіз осы қызықсыз 1 сағаттық таспаны қоса аласыз, және сіз бұдан рахат аласыз. Ата-анамның түсіруді тоқтатқаны өкінішті. Бүгін бізде Инстаграм бар, бірақ біз ояққа жылтырлатылған фотосуреттер мен бейнелерді жүктейміз. Олар көбінесе шынайы болмайды, бірақ мен алмастырылмайтын сәттерді айтып тұрмын. Шынайда пәтерде жүргеніңізді, достарыңызбен не отбасыңызбен сөйлескеніңіз. Бұл менің бүгінгі уайымым болды. Мен сол сәттерді көргендегі сезімді сезіну үшін камераны үйге ала бастадым. Бұның себебі айқын емес. Мүмкін бұл бейненің сапасы нашар болады, және үнемі түсіріп жүргендіктен отбасыңыз ашулануы мүмкін, немесе қақпас сияқты камерамен жүгіріп жүресіз. Өз тәжірибемнен айтып тұрмын, тіпті 1-2 минуттық бейне түсірсем де, мен 5 жыл өткен соң өзіме ренжитінмін, қысқа болғандығынан. Қысқасы, өз өміріңізді көбірек түсіріңіз. Сол кезде болашақта қарауға болатын нәрсе болады. Теріңізге күтім жасаңыз. Акне өзімді камераға түсірмегенімнің және осы YouTube арнаны ертерек ашпағанымнан басты ақтауларының бірі. Бұл мен сенімсіздігімнен де болды. Бұрын мен сапалы тер күтімі дегеннің не екенін білмедім. Содан қате мағлұматтың құрбаны болдым. Безеулерді кетіретін нәрсенің әр жарнамасында бұл бәлем бетке жағып қуана бер дейді, және олардың құрамында негізінен салициловая кислота және бензоил пероксиді болды. Олар сіздің бетіңізді кептіріп тастайды. Менің жағдайымда ол терімді кәдімгідей қыштады, және мен терімді ұстай беруге бейім болдым. Содан мен тесіктерім одан сайын кірлене берді. Тері күтімім бойынша маған қатты көмектескен адам Натали. Сондықтан оның сөздерін зер салып тыңдауларыңызға кеңес беремін. Біріншіден сіз өзіңізден сұраңыз, мен терімді ылғалдандырамын ба, скраб қолданамын ба, терімді тазартамын ба? Міндетті түрде теріңізді күніне 2 рет тазалаңыз, таңертең және кешке. Аптасына 2-3 рет скраб қолданыңыз, және тазалағаннан кейін күніне 2 рет ылғалдандырыңыз. Осы 3 қадам өте маңызды. Рахмет, Натали. Easy. Сосын нет туралы. 5-ші сабақ. Көбірек кездесулерге бар. 20 жасымда мен қызбен ұзақ мерзімді қарым-қатынастан кейін шықтым, және бұл мен жеке өмірімнің ең нашар кезеңі болатынын түсінбегем. Содан мен 5 жыл бойы кездесулерге бармадым. Менде көп сылтаулар болды. Өз бизнесіме назар аудару керек. Қолым бос емес. Шын мәнінде менде кездесулерге бару туралы терең алаңдаушылық пайда болды. Ұзақ уақыттан кейін бірақ мен өзімді шығаруға батылдық тауып, қыздармен таныса бастадым. Мен ата-анамның жертөлесінен Хобокинге көшкен кезім, және менің бірінші кездесуім есімде қалды. Мен оны дайындадым, бірақ бармадым. Мен мұны қайта-қайта жасадым. Нақтысы есімде жоқ. Мысал, мен солай 5 рет жасадым. Бұл мен үшін өте қиын болды, және мен баруға шешім қабылдағанда ойлаған бойынша бұл қиын болады. Айтатын нәрселерін таусылып қала ма, оған ұнамай қалам ба деп уайымдадым. Мен ол қызбен OkCupid қолданбасы арқылы таныстым. Осы соқыр кездесуге барғанда қасымдағы адамдар мен бағалайды деп уайымдадым. Яғни мен адамдардың не ойлайтынына көп көңіл бөлдім. Мен кездесуге барғанда бәрі жақсы болды. Бұл оңай болды. Қиын ештеме жоқ. Бұны ұлы кездесу деп айта алмаймын. Терең байланыс орната алған жоқпын. Мен түсінгенім, бұл шын мәнінде қорқынышты емес. Және сіз өзіңізді осы ыңғайсыз жағдайларға түсіп, неғұрлым көп тәжірибе жинайсыз, соғұрлым сізге бұл оңай болады. Содан кейін мен көп рет кездесулерге бардым. Өмірімнің махаббатын табу үшін емес, керемет адамдарды, не жаңа достарды табуға тырыстым. Және егер мен тапқан болсам, бұл кәдімгідей керемет нәрсе болды. Мен әжетханада отқанда Тиндерде Наталиге лайк басып жібердім. Ойнап айтамын, әжетханада емес, бірақ басқасы рас, мен Наталиді Тиндер арқылы кездестірдім. Сосын егер сіз жарыққа шықпасаңыз, ешкім де сізді байқамайды. Және басқа адамдар не ойлайды деп алаңдамаңыз, ойлағаныңызды жасаңыз. 6-шы сабақ, дәл қазір көбірек саяхаттаңыз.
Бизнесті бастаған кезде мен жұмысқа қатысы жоқ сапарларға шықпадым, және 25 жасқа дейін ақштан шығып көрмеппін. Достарымызбен Коста-Рикаға барғанда бетімде үлкен ғып кетпейтіндей күлімсірегенім есімде. Барлығы жаңа және басқаша ерекше болды. Бұл мен мансабым немесе жұмысым үшін емес, өз жаным үшін болды. Кейде амбиция кедергі келтіруі мүмкін. Содан мен ұзақ уақыт бойы неге қазір саяхаттаудың уақыты емес екеніне көптеген себептерді ойлап таптым. Бірақ артыма қарасам, менде дүниенің барлық уақыты бар екенін түсіндім. Бұл алдын ала жоспарлау арқылы мүмкін болады. Бос деген айды таңдап 10 күнге шетелге шығып келіңіз. Рейсті алдын ала брондаңыз, содан соң барудан басқа таңдау қалмайды. Саяхаттауды бастау үшін зейнетке шығуды күтпеңіз. Бұл бірінші қарағаннан гөрі әлдеқайда қолжетімді, және ол сізге ойламағандай сенімділікті береді. Осы тізімді тағы көптеген өмірлік сабақтармен толықтыра алар едім, бірақ бұл алтауын маңыздылар деп санаймын. Бұл мені жас кинорежиссер, шығармашылық және адам ретінде уайым қайғыларының көбісін жоғалтатын еді. Осы жақта сіз нешеде екеніңіз маңызды емес. 20, 30 немесе 40-та болсаңыз да, және де сіздер өз тәжірибелеріңізбен пікірлерде бөлісіңіз, және бұл тізімді сіз қалай толықтырар едіңіз, пікірлерде не дейді екенсіздер. Тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Кездескенше.